Сәлематсыз ба, білім алушылар? Сіздің назарыңызға сандық картографиялау пән бойынша онлайн курс ұсынылады. 13-ші дәріс геокодтау ұғымы. Геокодтау дегеніміз не? Геокодтау жер бетіндегі орынға орналасу сипаттамасын, мысалы координаттар, мекен-жай немесе орын атауы түрлерінің процесі. Бір уақытта бір орынның сипаттамасын енгізу немесе кестеге бірден бірнеше орыннан сипаттамасын енгізу арқылы геокодтауға болады. Геокодтау карталарды жасау немесе кеңістіктік талдау үшін пайдалануға болатын атрибуттары мен географиялық нысандарды шығарады. Геокодтау арқылы сіз әртүрлі типтегі орындарды, соның ішінде көрікті жерлерді немесе таулар, көпірлер және дегендер сияқты географиялық анықтамалардағы атауларды тез таба аласыңдар. Бойлық пен ендікке негізінен география, координаталар немесе басқа жер бедердің байланыстыру жүйелері. Геокодтар не үшін қолданылады? Геокодтаудың қолдануға болатын қолданбалардың кең ауқымы бар. Бизнес пен тұтынушылық қызметтерді басқару үшін, қарапайым деректерді талдау, бастап сатуды жоспарлау әдістерін анықтауға дейін. Геокодтар мекен-жайларды қолдана отырып, сіз олардың орналасқан жерлерді кеңістікке көрсете аласыз және ақпарат құрылымын тани аласыз. Мұны ақпаратты қарап шығу немесе аргисте қолжетімді кейбір талдау құралдардың арқылы жасауға болады. Мекен-жай деректерінің талдау. Геокодталған мекен-жайлардың көмегімен сіз мекен-жай орындарын кеңістікке көрсете аласыз және алынған ақпаратта заңдылықтарды белгілерін тани бастайсыз. Аргисте қолжетімді кейбір талдау құралдары арқылы жасауға болады. Сіз сондай-ақ белгілі бір параметрлерге ескере отырып, мекен-жайы туралы ақпаратын көрсете аласыз. Бұл сізде ақпаратты толық талдауға мүмкіндік береді. Пайдаланушы деректер басқару. Геокодтау пайдаланушы деректерін басқаруды маңызды сәттерді бірі болып табылады. Өйткені әр ұйымда әр пайдаланушының немесе клиенттің мекен-жайы туралы ақпарат бар. Назарларыңызға рахмет.